Сәлем достар, бүгін біз осындай пакет жинауда үйренеміз. Ең алдымен ұзыннан пакетімізді жинап, бұрыштап, оны бүктейміз. Бұндай жинау әдіс өте ыңғайлы. Қайда қойсаңыздар да, қалай лақтырсаңыздар да, ол ашылып кетпейді және де көп орын алмайды. Осылай жиналған пакеттерімізді ыңғайлы етіп кішкентай дорбашаға саламын. Менің әдісім осылай. Көп орын алмайды, оны шкафыма салып қоямын. Ал үлкен қол пакеттер қолданылатын болғасын, оны портфельге салып қоямын.